Сәлем достар, сіздермен Мессис Мадина. Ағылшынша сөйлеп үйрен сабақтары желісінің бүгін 5-ші сабағы. Ең алдымен 4-ші сабақта болған үй тапсырмасын тексеріп алайық. Сіздерге осы 4 сөйлемді ағылшын тіліне аудару берілген болатын. Міне дәл осы күйде аударылады. Бір оқып шығайық. It is very cute cat. You are successful. You are busy. I am beautiful. You are beautiful. She is beautiful. Ал енді жаңа сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақ бізде introduction. 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 Менімен бірге міндетті түрде сөздерді қайталап, барлығын дәптеріңізге жазып отырыңыздар, жарайды ма? Себебі бүкіл айтылған информация сіздің миыңызда қалу үшін сіз жазып отыруыңыз қажет. Introduction деген танысу, яғни знакомство, бір-бірімен танысу. Түбірі introduce. 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 Таныстыру. Яғни, мысалы, өз-өзіңді таныстыру. Белгілі бір жаңа ортаға түскен кезде мүмкін сіздер шетелге баратын шығарсыздар, немесе жалпы ағылшын адамын, ағылшын нәсілді адамды көрген кезде сіз айтасыз. Let me introduce myself. Let me introduce myself. Өзімді таныстыруға рұқсат етіңіз. Let рұқсат ету. Me маған. Introduce таныстыру. Myself өзім. Сонда қараңыз, сөйлем құраған кезде сөз таптарының ретін қараңызшы. Let рұқсат ету. Me маған. Introduce таныстыру. Myself өзімді. Рұқсат етіңіз маған таныстыруға өзімді. Егер сөйлем құрау туралы толық мағлұмат алғыңыз келсе, осы батырмадан өтіп, арнайы түсірілген 3 сабақты көріп шықсаңыздар болады. Ал енді жаңа ортаға түскенсіз, айтасыз. Let me introduce myself. Өзімді таныстыруға рұқсат етіңіздер деп. Сіздің таныстыруыңызға не кіреді? Сіздің жасыңыз, атыңыз, қай жақтан екеніңіз? Я? Енді осымен жұмыс жасайық. Ең алдымен сенің атың кім? Менімен бірге міндетті түрде қайталаңыз. What is your name? What is your name? Сенің атың кім? Ағылшын тілі тура біздің қазақ тілі сияқты қысқартқанды жақсы көреді. Мысалы, не істеп жатырсың дегенде біз не істеп атсың? Или қайқа деп айтамыз, я? Ол негізі грамматика бойынша дұрыс емес қой. Біз барлық сөзді айтуымыз керек. Не істеп жатырсың деп. Дәл солай күнделікті өмірде ағылшын тілі де көп қысқартылады. What is деген сөзді біз what's деп өзгертуімізге болады. Сонда what's your name? Тез айтайық. What's your name? My name is Madina. My name is Madina. Менің атым Мадина. Ал енді сіздерге сұрақ. What's your name? Комментарийге жазуды ұмытпаңыз. Күнделікті өмірде біз біреумен танысқанда менің атым немесе менің есімім Мадина емес, жай ғана мен Мадинамын. Немесе просто Мадина деп айтуымыз мүмкін, е? Мен Мадинамын. I am Madina. I am Madina. Бұл бізде сөйлеп үйрен сабақтар желісі болғаннан кейін сразу қысқартып сөйлеп үйренейік, е? I am Madina дегенде біз I'm Madina. I'm Madina деп қысқартамыз. Яғни толық атыңызды айтатын болсаңыз, my name is Madina. Ал егер мен Мадинамын, I'm Madina. Екінші сұрақ бізде обычно қай жақтансың? Where are you from? Where
are you from? Тез айтайық. Where are you from? Where are you from? Сен қай жақтансың? Өзіңіздің мемлекетіңізді немесе қалаңызды айтсаңыз болады. Ол үшін I am from Kazakhstan. I'm from Kazakhstan. Дәл бағанағыдай I am дегенді біз I'm деп өзгертіп айтайық. I'm from Kazakhstan. Осы сөйлемнің қасына қай жақта тұратыныңызды қосып жіберсеңіз болады. Мен Таразда тұрамын. I live in Taraz. I live in Taraz. Мен тұрамын Таразда. Я живу в Таразе. Осы ретпен айтылып тұр. Қане бір қайталайық. Қай жақтансың? Where are you from? I'm from Kazakhstan. I live in Taraz. Қай жақтансың? Қазақстаннанмын. Таразда тұрамын. Welcome. Қош келдің. Байқасаңыздар, кафеде, ресторандарда, салондарда, үнемі ковриктерде welcome деп жазылып тұрады. Бұл қош келдің, қош келдіңіз дегенді білдіреді. Ал енді сіздерге сұрақ. What's your name? Where are you from? Комментарийге жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған миссис Мадина. Сабақ ұнаса, лайк басып, ағылшын тілін үйренгісі келіп жүрген достарыңызбен бөлісіп, міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Goodbye!